Бәріңе сәлем, қалдарың қалай? Мен бүгін мынандай Lego Ninjago набор ашам. Бұл Lego Ninjago Movie, сондықтан мен бүгін өзім только осы бір минифигурканы қойдым. Бұл осы Lego Ninjago Movie'ден. Ал бүгін осы целый наборды ашамыз. Кайф. Ал ашайық. Қараңдар, мынандай инструкциясы, мынандай книжка сияқты. Ол сразу бірінші бетінде наклейкалар. Наклейкалары өте ұқсайтын. Ал барлығын аша салайық. Потому что алдындағы інімнің видеосында барлығын сразу аштық. Көрмесеңдер, мен ініммен де видео түсіргем. Сол видеомда көріп алыңдар. Онда біз машин тағырадық, және жезқазғанда болдық. Последний пакет. Опять түсіп кете жазады. О, қараңдар, мынандай плащ сияқты бар. Ол Мисаконікі. Ну, ана кинода ол Коко. Понятно, ма? Детальдарды блокпен қояқ. Және инструкцияны ашайық. Ең бірінші бізге Кайды құрып алыңдар деп тұр. Кайды қосып құрайық. Қылыштары. Мына жерде мынандай дөңгелектегі қылыштар екен. Екінші қылыш. Басында часа, ана бинті оң жағында екен. Негізі сол жағында болу керек. Аяғы қайдам да Кайдың. Міне. Аяқтарын таптым. Шашы что-то начальный сезондардағы сияқты. Қызыл екен. Наплечнигі қайда? Наплечник. Міне. Міне наплечник. И қылыштың болады. Так. Так атып қалмайды. Басы. Короче, басы что-то. Вот саунд. Хат ұстап тұру үшін солай қойып қойған ғой походу. Міне қандай Кай. Қызыл екен. Қылыштарын қойық. Міне Кай бізде осындай. Мені Мисаконы қарайық. Потому что бірінші злодейлерді емес, геройларды қараған деп тұр. Мисакода қара аяқтар просто. Қарайық. Ода қандай деп болады? Көрсе керек екен. Бірінші обычный жағын тығамыз. Мынандай обычный жағын аяғына. Бірақ артымен тығамыз. Тұқтық. Келесі енді завернуть етеміз. Және алдынан мынаны тығамыз. Алдынан тығамыз.
қиын шаруа екен. Бірінші попыткадан істей алмадым. Екінші попытка мынау. Бізде мынау екінші попытка. Ура, істелді. Енді сразу денесін қойып жіберейік. Денесін қойдық. Міне, қалай болады. Сыртында мына стрелалар, қараңдар қалай болып тұр. Наплечникпен. Ал мұнда наплечниксіз. Неге екен? Түсінбеймін. Ойбай, қайда кетті мынаның басы? Енді жерге түсіп кетті. Вот. Енді шашын табу керек. О, шашы сразу табылды. Вот қараңдар. Мисако. Және оның садағы. О, менде идея. Менде мынандай зейін бар ғой, а? Ол негізі лучник болу керек. Сондықтан осы садақ пен стрелаларды соған берейік. Ал Мисакоға мына қылышты бере салайық. Давай, Сансыш. Hypersong tutorial. Bispas na mi amor y posa mi anel. Bispas na mi amor y posa mi anel. Так, мына жерде қисайып қалды жын. Вот қараңдар. Күшті болды, иә? Енді зейінді дұрыстап жіберейік. Стрелы бар. Зейіннің басы. Және оның садағы. Вот, дайын. Мына осындай зейін шықты. Мұны шетке қойып қойып. Және ары қарай істей берейік. Тағы да минифигуркалар. Енді злодейдің минифигуркасы болады. Бұл гармадонның приспешнигі. Бастар мынандай. Тақап қоятын. Орнатып қойған. Дұрыс тағылмайды. Ладно, осылай тұра берсін. Мойны ұзын болып. Ну, пока что осылай тұра берсін. И келесі обычный житель. Так, басы қайда? Басы қайда мынаны? Вот. Әрің табылды ғой. Оңай бұралатын қылып қойып қоймаған. И аяқтары қайда? Аяғы.
Вот, табылды. Қараңдар, қандай житель. Мини фигурка әркімнен тұрады. И біз құрауды бастайық. Қоңыр деталь. 3-те 2. Ана каретаның деталі. Және 2-де 1 деталь. Бұларды бұлайын үстесіне қойымыз. Дөңгелек. Арбаның дөңгелегін қоятын. Олайда. Вот, табылды. Және мына жеріне қыстырғыш қойып қоямыз. Арбаның дөңгелегін сразу қойып қояйық. Бір дөңгелек, 2 дөңгелек. Жақсы болды. Келесі, ана бірден көп. Және де осыны, осы арбаның дөңгелегі мен қыстырғыштың үстіне қойып қоямыз. Келесі бір таяқты алып аламыз. Пинді типі. Пин емес ондай. Дөңгелектерді әлі алып тастау керек екен. Ладно. И походу, жоқ. Енді 2 решетка керек. Қоңыр 2 решетка. Тағандай квадрачный маңдай керек деталька. 2 қыстырғыш керек. Қыстырғышқа наоборот қыстырғыш. Қоңыр тағы бір решетка қай жерде өші? Өзім көрсетпей қойды ғой таза. Главное, чтобы ол бар болған. Табылды. Коробканы артынан алып тастайықшы. Мына екеуін мынаған қоямыз да. 2 қыстырғышты, 2 қыстырғышты. Және үстілеріне 2 решетканы қоямыз. Және де осылардың астына сырғанақ детальді. Ол сырғанақ деталь. И орындық. Орнықты былайынан қоямыз. Мен по-моему осындай деталь бар. Орындық сияқты. Келесі. Аналамыз. Үстісіне қоямыз. Тағы орнандайды аламыз. Жеріне қоямыз. Наклейканы аламыз. Наклейкаларын қараңдаршы. Огромный. Қай жеріне қоясың әше? 8 пен 10 дейді. Бұларды потом кесіп қоям. Просто қоймай қояқ наклейканы. Потому что наклейкалар мұнда огромный. Келесі. Қызыл деталь керек. Ортасына қоятын. Және тағы бір қыстырғыш. Так, наклейка мына жағында болса, мына жағына қоямыз. Вот.
Және екі қоңыр мынандай горка сияқты. Міне мынандай ше. Вот екіншісі. Сұр деталь. Екі де бір. Және де бір мынандай үстіге қарап тұрған қызыл деталь. Қызыл пин. Ну, пин емес мындай. Короче, түсіндіңдер. Ё-моё, бұған наклейкасы огромный ғой. Міне. Осылай огромный қылып жасаған. Китайцы такие. Үстіне тағы да қоямыз. Және де осының үстіне екі қара решетка қоямыз. Осы жап жаңа конструкцияның үстіне. Бір мынандай гладкий деталь. Прозрачный. Осының астына қоямыз екі детальді. Екі қызыл детальдің астына. Тағы не қоюға болады. Аударамыз. Оны аламыз да, осылай тұрады. Ойынан и соған қоямыз қыстырып. Енді палка аламыз. Мындай ұзын. Қатты ұзын емес. Чуть-чуть ұзындау. Екі жағына мынандайды орнатамыз. Мынандай детальдерді. Вот. Қойдық. Және мына жерге орнатамыз. Крышасына. Соған енді мынандай бір крепительдер керек. Крепительдер. Және мынандай екі фонарь сияқты. Міне. Екі фонарь сияқты таптым. Және екі мынандай пин типа. Және осы конструкцияға мына жаңағы крепительдерді орнатамыз. Вот. И тура солай екіншісіне жасаймыз. Екінші фонарды. Екі жағына орнатамыз еще. Міне осылай. Және енді осыны мынаған тіркеп қоймыз. Дайын. Былай тұрған онша емес сияқты. Жарайды, дұрыстап тұра берсін. Екі дөңгелекті енді орнатуға болады. Вот.
Арбамыз дайын. Енді пирамида қойамыз. Ол ұзақтау болады. Мұнда сары детальдар көп екен. 21 минут. Міне, және екі андай дыркасы бар керек. Екіншісі міне. Желеріне орнатайық. Және де мына төртеу керек. Екеу және төртеу. Екі жеріне қоямыз. Барлығы неше бет? 37 бет. А біз 14-ші беттеміз. Даже 13. Андай да құрайған. Міне. Және міне. Вот, осындай типа пушка шығып жатыр. Осыны сары детальді қоямыз да, үстіне мына бұрышты қоямыз. Бұрыш қайда? Міне. Келесі, әне, острый бірдеңені қоямыз, мынандай. Крюк сияқты. Крюк сияқты, бірақ крюк емес. Вот. Тура болса екеуі жасаймыз, бірақ та екіншісі наоборот болу керек. Так, міне. Пока что нормально келе жатырмыз. Былай тұрса, енді былай тұрады және былай кіреді. Наоборот тұрады. Мына жеріне андайды тоже наоборот қоямыз. Вот, мынандай тіркелетін жері бар. Мынаған сразу қойып. Және мынаған орнатайық. Және осыған жаңағыдай крюкты орнатайық. Жаңа дауысы қызық болды. Тақ етті ол прям. Енді мынаған қалай орнатамыз? Былай. Вот. Так, екі мынандай аламыз ракета. Екі мынандай қызыл деталь. Вот екінші. Және екі андай крепителі бар палка. Мыналарды қоямыз. Екеу солай жасаймыз. Міне. Екі осындай палка шықты. Ататын. Бұларды енді мынаған қоямыз. Бұлар қалай ататын мен білмеймін. Вот. Енді акуланың аузын жасаймыз. Мына детальді аламыз.
және осындай екі жағындағына бар мынандайды аламыз. Зубец типа. Прям зубец емес. Қандай керек? Түсінбедім. Міне, мынандай. Мына жеріне қоямыз. Және екі мынандай жеріне. Шеттеріне. Екі шетіне. Алдында інімнің машинасына наклейкаларын істедік. Одан кейін чисто улучшение жасадық. Ода бар лего детальдармен. Сары деталь керек. Және екі көктем. Лего Ninjago мувиді мен бір шама күн бұрын ғана көрдім. Күшті екен. Оны ютубтан көре алмайсың, только гуглдан. Гуглда ғана бар ол. Домалақ детальдар бір. Және екі. Екі домалақ деталь. Бір плоский көктеу деталь. Қоямыз және екінде крепитель бар. Дөңгелектеу крепитель бар. Екінші қайдасың? Және сразу қойып қойсайын. Екінші кірпіш қайда? Болмай қойдым бұтылды. Оны жақсылап тұрып іздеу керек. Сонда ғана табылады. Қазір паузаға қойып тұрайын. Міне таптым. Әрең дегенде табылды ғой. Енді мынандай екі тағы бір крепеж, бірақ алдындағыдай емес. Басқаша ол. Мынандай екеу. Бұларды енді мына жерге қоямыз. Ортасына. Мынандай екеу. Екі андай басқаша крепеж. Мынандай міне. Екіншісі міне. Және екі үште бір деталь. Екені жерлеріне қоямыз. Екі үште бірде. Ал екі мынандай крепежді екі шетіне қоямыз. Міне. Осындай пасс шығып жатыр. Келесі бет. Мынаны алып қойсақ. Екі ұзын алтыда бір плоский детальдар. Және екі горка сияқты сұр детальдар. Табылды. Так. Вот. Істеді. Мына жеріне крепежді қоямыз. Крепежик. Және сұр екі зубецті. Міне, қараңдар. Осындайлар кайф қой. Бірінші зубец. Және екінші зубец қайда? Вот, екінші зубец. Кайфово хочется.
екі рычаг керек және бір панель. Панельге әйтеуір наклейка жабыстыру керек жоқ. Рычагты екі мынандай жеріне қоямыз. Абай шетінен қояр екенбіз. Так. Міне. Осылай. Екі шетінен. 23-ші дубль. Дубльді айтып отырды, ұмытып отырмын. Мынаған тікелей қойып қоямыз. Міне, осылай. Енді үстін жасауға. Жоқ, үст емес, енді осыдағы екі туды. Туға тоже наклейка үлкен. Қараңдар. Ту қандай, наклейка қандай. Ту қандай, наклейка қандай. Туда наклейка былай тұрушы еді. Былай. Бірақ слишком үлкен наклейкасы. Аузаға қараташы. Қаныш. Былай ма? Понятно. Екі туды аламыз. Және екі жаңа манағы айтқан крепительдерге қоямыз. Сендер велосипедте аласыңдар ма? Комментарийге жазып кетіңдер. Мен жақсылап тұрып тыңдаймын. Сұр астына қоятын міне. Сары. Обычный. Міне. Және үстіне жаңағыдай мен лақтырып кеткен деталь. Тесігімен. Үстіне мынандай кирпичикті дөңгелектеу. Бірақ блогы бар. Және атқылайтын. Атқылайтын емес прям. Просто турбина. Бұған қалай істеу керек? Қара детальді аламыз, тығамыз. Наклейка потом жабыстырамыз. Тура осындай ету керек. Түсінікті. Жаңағы детальмен неше рет қылады вообще? 3-4 рет қылған сияқты. Міне. R2, D2 сияқты. Реально соған ұқсайды. Мұны енді қайда? Понятно. Мынаған былай астыға қаратып орнатамыз. Қараңдар. Күшті. Енді башнясын жасаймыз. Былай қаратамыз да екі жеріне орнатамыз. Тістерін. Басын жасау енді кішкене қиындау болады. Бірақ та нормально болады. Қатты қиын емес.
Крепететик. Және дөңгелек деталь. Аударылып кетті ғой чисто деталь. Осы комментарийге жазып кетіңдер, мен енді видеоларды осылай полностью қарап көрсетейін бе, әлде просто обзор жасайын ба? Или просто басын көрсетіп, аяғын көрсетіп сөйтейін бе? Басында құрағанмын және аяғында құрағанмын. Сендерден сұрайыншы осы. Не айтады екенсіңдер? Сары деталь. Осылай қызықты ма сендерге өзі? Әлде қызықты емес пе? Өзіңнің мненияларыңды айтыңдар. Я буду не против. Ортасын көрсетеміз және мына дөңгелекті қоямыз. Дөңгелек сияқты. Оны енді керісінше алып, оны қоямыз. Детальканы. Оны оранжевыйды. Және бұның үстінен кольцо сияқтыны. Және де осыған куполды қоямыз. Куполчик. Міне купол. Ойбай. Қойып кетті ғой чисто. Вот. Фар сияқты ғой типа. Осындай тура екеу жасаймыз. Жаңағы прозрачный керек. Сары керек. Тағы бір жаңағындай деталь керек. Только прозрачный емес ана. Қабырғалы. Және нүкте керек. Тесігі бар нүкте. Және тесігі жоқ нүкте. Оранжевый деталька. Мындай сыртынан қаптайтын қап. Және осының куполы. Екіншісі де дайын. Осы екі шетіне қоямыз. Осы екен. Мынаның үстіне прозрачный бар жинаппын ғой. Ұмытып кетіппін. Міне. Екі көзі типа. Осылай жүреді. Осылай жүреді потом. Келесі бетті ашамыз. Бұнда уже мынаны қолданамыз. Тағы бір детальканы. Мынау және ана екі. Осылайғы деталькалар қойылмай қояды. Если что, осындайдың оригиналын алғыларың келсе, номерін осының қалдырып кетем, оригиналinen. Оның үстіне енді тағы бір осындайды қоямыз. 2-де 4, ну или 4-те 2. Как удобно вам. Мына жерге сарыны. Және мынаны қоямыз. Ой. Былайына қоямыз. Үстіне. Бұл басыма нәрсе түсінбеймін. Вот мына екеуін. Қыстырғышқа қыстыратын қыстырғы.
Және тағы бір сары деталь. Мен енді көп видео түсіре берсем болады. Потому что камерам четкий, телефон новый. Міне, деталь. Наклейкалар соңында пауза жасап, сол кезде қойып тастаймын кесіп-кесіп. Қойылсайшы. YouTube каналымның бас жағын қараңдар. Сол жерде мен домбыра тартқандарым да бар. Осыны мынаған тікелей қойып қоямыз. Ой. Екі жерін, екі көзін және алдым. Қыстырдық. Енді бұның артына құйрығын қоямыз. Бұлай тұр, осылай қоямыз. Құйрығын. Және де темір сияқты мынандай серебряный деталь. Бұны астын қаратамыз осылайынан. Шет жағына қоямыз. Енді мынандай кішкене серебряный детальдар кетті. Қатты серебряный емес. Міне көз сияқты мысалы. Бұған енді крепительный детальді. Ойбай қайда кетті. Міне көзі. Жерге орнатамыз. Тығылшы. Ойбай. Ішінен түсіп кетті. Қайтадан қыстырып қояқ ішіне. Вот. Қыстырдым. Мына жері шығып кетті енді. Бұл түсіп қалды енді. Қазір. Сыртына алып тастау керек пока что. Чтобы ішінен мынаны ұстап қою үшін. Міне, қойдым енді. Енді вот точно нормально қойылды. Вот. Енді осыны мынаған тіркеп қоямыз. Артынан. Артынан қалай тіркейді. Вот. Тіркедік. Ой. Вот. Вот, енді точно тіркелді. Артын тіркеп қойдық. Қараңдар не шықты пока что бізде. Водяной. Және карета. Пока что осы. Ары қарай қояқ. Не ленимся, рота подъем. Мындай екеу. Қызыл екеу, көк екеу. Мынаны аламыз. Оң жағына қызылды тығамыз.
және сол жағына көкті тығамыз. Және былай тығамыз мынаны қараны, және тағы бір көкті тығамыз. Екі көкті аламыз тағы. Ол жаңағындай жасаймыз. Қызыл, көк, қара, көк. Енді мынаның аяғына тығамыз. Енді осыған аяқ жасау керек. Аяғын былай жасаймыз. Сары детальдар қалған. Мына жеріне былай тығамыз. Тығамыз дегенде қоямыз. Алтта бір детальді қоямыз. 3-те 2-ні былай қоямыз. 3-те 1 плоскийді қоямыз. Және мынандай сары, мынаны аударып, сосын сары мынандай тығатынды қоямыз. Екі сары андай астынан горка сияқтыны тіркеп қоямыз мынаны, чтобы құлап қалмас үшін. Және бір жақ аяғына қоямыз. Бұл сол жақ аяғы. Ой, оң жақ просто. Енді сол жақ аяғын тура жағынандай, бірақ наоборот жасаймыз. Вот деталь. Алтта 1 плоский. 3-те 2. 3-те 1 плоский. Аударамыз да мынаны қоямыз. Қара детальканы. Және мынаны қойып қоямыз былайынан. Горка сияқтыларды. Екі горка сияқтылан короче. Және аяғына тіркейміз. Вот. Стал наны дей. Енді ана жанып тұратын бірдемесін. Бір мынайды аламыз да, екі жағына қараларды тығып қоямыз. Сосын тағы бір осындайды аламыз, және жаңаға тығып қоямыз бір жағына. Осыған енді мынаны тығамыз. Тағы бір қара детальді. Соған жерден деталь қалған жоқса. Вот. Осылай тығамыз мына жерін. Және соған прозрачный детальді қоямыз. Кішкене әдемі болу үшін бұрап қойын. И мынаның үстіне былайынан жалғап қоямыз. Вот дайын роботымыз. Мыналар дополнительный детальдар. Даже китайскийде дополнительный детальдар қалады екен. Мына сары дополнительный детальді қай жеріне қойып қойса болады екен. Аяғының мына жеріне қойып қоя салайын. Оң аяғына. Ешқалай атылмайды ғой. Қызық екен. Вот, дайын. Енді қазір паузаға қойып, наклейкаларды қойып қоямын. Міне жаңа наклейкаларын наклеить еттім. Мына екі наклейканы наклеить еттім артына, және мына жаңағы турбиналарына. Және мынаған кубикқа мына алдына және крышасына жабыстырдым. Ал басқа наклейкаларды, мысалы, құйрығына немесе мына флажоктарына жабыстыру мүмкін емес болды. Өйткені олар слишком огромный болды. Ал қазір бір революция жасайын дегем. Мына менде 2 кай бар. Мына жақсырақ әрине. Бірақ та мен бұған ана бір нәрсе қосайын дегем. Сол бір нәрсе ол
менде новый пайда болған кайдың аяқтарын және басы шашы емес. Наплечнигін қояйын дегенмін осыған. Өзімнің кайыма. Қазір басын алу керек.